Сәлем достар, бүгінгі сабақта біз Trendyol сайтына тіркелуді үйренетін боламыз. Ол үшін өзіміздің телефонымыздағы Chrome приложениесіне кіріп, trendyol.com сайтына кіреміз. Алдыңғы сабақта біз орысшаға аударуды үйренген болатынбыз. Дәл солай орыс тілінде осы сайтқа өтіп, мына тұрған адамды басамыз, содан кейін подписаться дегенді басамыз, және де өзіңіздің ұмытып қалмайтындай қолданып жүрген почтамызды жазуымыз қажет болады. Почтаны жазғаннан кейін пароль ойлап табамыз. Пароль міндетті түрде ұзақтау болу керек. Содан кейін женщина деп мынаны басып, мына екі жерге галочканы қойып подписаться етесіз. Енді жаңағы көрсеткен почтаңызға Trendyolдан хат келу керек. Міне маған келді. Осы кодты копировать етіп, содан кейін одобрить дегенді басамыз. Болды. Сонымен сіз Trendyolға тіркелген болып саналасыз. Мына адамды бассаңыз, мінекей сіздің парақшаңыз сөз туралы информация жазылады. Достар, келесі сабақта енді тегін код алуды үйренетін боламыз, адрес жазуды үйренетін боламыз. Осы видео ұнаса лайк басып, маған тіркелуді ұмытпаңыздар.